Математика. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Оқу мақсаты үйренген білімдерін қорытындылау, қатемен жұмыс істеу. Білу. Мысалдар төрттігін құрастыр. Бірінші бағанға назар аудар. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. Енді көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі қанша болады? Енді көбейтуді бөлу амалымен тексереміз. 12-ні алдымен 4-ке бөлеміз. Қанша шығады? Есептеген өрнектеріңе қарап отыр. Соңында 12-ні 3-ке бөлеміз. Енді қанша болады? Мұқият бол. Дәл осылай екінші бағандағы 5 пен 4-тің көбейтіндісін жалғастырасың. Есептелген бағанға назар аударып қарап отыр. Салыстыра отырып шығар. Түсіну деңгейі. Есепте. Бұл есеп арифметикалық амалдардың орындалу тәртібіне берілген. 40 пен 5-тің бөліндісі қосу, 12 мен 4-тің бөліндісі. Алдымен бөлу амалдарын орындап аламыз. Ең соңынан қосамыз. Келесі 40 азайту, 32 бөлу жақша ішінде 12 мен 8-дің айырмасы жақша жабылған. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. Одан соң бөлу амалын орындаймыз. Соңынан азайту амалын орындаймыз. Қолдану деңгейі. Есепті шығар. Бір орамда 16 метр сым бар. Екіншісінде одан 4 есе кем. Екі орамда барлығы неше метр сым бар. Санды деректердің астын сыз. Белгісіздерді тап. Қанша сұраққа жауап бересің? Шешуін жаз, жауабын жаз. Талдау. Салыстыруға берілген есеп. Артық, кем немесе кем таңбаларын жұлдызшаның орнына қоясың. Санды өрнектерді салыстыруды білесің. Әріпті өрнектерді салыстыруда есіңе түсір. Өрнектің қай жағында қосу мен көбейту болса көп болатынын, азайту мен бөлу бар жағы кем болатынын, аз болатынын есіңе түсір. Жинақтау. Есепті санды дерекпен толықтырда есепте. Бұл жерде бос орынды көріп тұрсың. Көк шаршымен көрсетілген. Сол жерге өзің ойлаған бір санды қой. Содан соң есепті жазып шығаруыңа болады. Шартын құрамыз, шешуін жазамыз, жауабын жазамыз. Бағалау деңгейі. Өрнектің мәні табылған, бірақ бұл өрнектерде қате бар. Сол қателерді тауып, түзетіп жаз.